Шұғаның белгісі шығармасы сол замандағы мәселелер мен шындықты бейнеледі. Ол бізге махаббатты, адалдықты, өмір шындығын, адамгершілікті, ақылдылық, өмірдің заңдылығын, өзге жанның бақытына көз салмау, сезімнің нәзік тұстары, қазақ жастарына тән әдеп пен иба салт дәстүрге сіңіріп, бізге оны ұғындырып, жаңа көзқарастар аша білді. Шығармада басты кейіпкер Шұғаның тағдыр тартысы туралы айтылады. Шұға қыпша белді, ақ құба, талдырмаш, шұғадай жарқыраған мінезді қыз. Көп жігіттің арманы, адам баласы қолына ала алмайтын аспандағы ай секілді болған. Ол өзіне лайықты жігіттің сұлтаны, мінезімен сабырлығы басым, жеті қырлы, бір сырлы жігітке тұрмысқа шыққысы келеді. Күндер өте бір мейрамда Шұға қыздармен шеркелесіп, алтыбақан теуіп жүрген кезде Әбдірахман есімді жігітпен танысады. Бірақ Шұға қыз мінезділігін танытты, сызылып, ұялып жүрді. Екеуі бірін-бірін ұнатып, хат алмаса бастады. Бірақ ол заманда әлеуметтік теңсіздік назардағы мәселе болған еді. Шұға ауқатты байдың қызы болса, Әбдірахман жай ғана қарапайым учитель еді. Осыдан ақ шығармада қандай тартыс болатынын түсінген шығарсыз. Ендігі шығармадағы Шұғаның өмірі қалай өрілмек? Екеуі бас қосып бақытты бола ма? Шынайы сезім шытынамайды дегенді дәлелдеп, екеуі бір жастықта қартая ма? Қызы әкесін көндіріп, немесе әкесі қызын түсініп, өз келісімін береді ме? Міне, бұл шығармадан аталған сұрақтарға жауап алынып, тағдыр тәлкегіне түскен кейіпкерлер өмірі баяндалады. Шұғаның белгісі заман шындығын бейнелейтін көркем шығарма. Шығармада көтерілетін басты мәселе сол замандағы әл-ауқат, әлеуметтік теңсіздік, келісімсіз атастыру мен бесіктен белі шықпаған жасөспірімдерге құда түсу мәселелері қозғалады.